Біз Excel бағдарламасында тінтуірді көп пайдаланамыз. Алайда Excel бағдарламасының барлық әрекеттерін жай пернетақтаны пайдаланып орындауға болады. Бағдарламамыз ашылғаннан кейін жаңа бос жұмыс кітабын ашу үшін сізге тек Enter пернесін басу керек. Біздің Excel жұмыс кітабымыз ашылды. Ұяшықтардан ұяшықтарға өту үшін көрсеткі пернелерін пайдалану керек. Біз A1 ұяшығында тақырып теруден бастағымыз келеді. Сондықтан мен жай ғана мой бюджет, менің бюджетім деп теремін. Ал енді әдетте біз ұяшықтан шығып келесі ұяшықтарға өту үшін Enter немесе Tab батырмасын басатын едік. Алайда бұл жолы бізге ұяшықтан шықпай бұл ұяшықты пішімдеу керек. Сондықтан оның орнына біз Ctrl пернесін басып тұрып Enter пернесін басамыз. Бұл Enter пернесін басу сияқты, бірақ ұяшық белсенді болып қалады. Енді мен сол мәтінді пішімдегім келеді. Мен оны қалың етіп жасаудан бастағым келеді. Содан кейін өлшемі мен түсін өзгерткім келеді. Көмектесетін көптеген пернелер комбинациялары бар, бірақ олардың барлығын есте сақтау қиын. Сонымен бұл жаттығу үшін сіз білуіңіз керек бір ғана перне бар. Бұл Alt пернесі. Соны тауып нұқыңыз. Енді жылдам қол жеткізу құралдар тақтасында бірнеше кішкене сандар пайда болғанын және таспа қойындыларының астында көптеген әріптер пайда болғанын байқайсыз. Егер мен сақтағым келсе, мысалы, егер мен 2 номерін бассам, бұл менің құжатымды сақтайды. Егер мен әрекетті артқа қайтарғым келсе, жылдам қол жеткізу құралдарында 3-ші түймені басамын. Таспаны пайдалану үшін алдымен қай таспа қойындысын белсендіргіңіз келетінін көрсетуіңіз керек. Тіпті егер сіз қазір сол таспа қойындысында болсаңыз да. Мен главная қойындысын пайдаланғым келеді. Сондықтан мен я әріпі бар пернені басамын. Енді таспаның басты қойындысындағы барлық құралдарда да оларды белсендіруге болатын сан немесе әріп бар екенін байқайсыз. Мәтінді қалың ету үшін мен бір санын басамын. Өйткені қалың қылу символының астында бір саны бар. Жұмыс орындалды. Енді қарып өлшемін қалай өзгертуге болатынын көрейік. Дәл осындай процесс. Қарып өлшемін өзгерту үшін Alt пернесі, келесі я пернелерін басыңыз. Біз 2 рет А әріптерін басуымыз керек. Сонымен 2 рет А және менің қарып өлшемім енді бөліктелген. Мен оны 30 өлшеміне өзгертемін және Enter пернесін басамын. Мен түсін дәл осылай өзгерте аламын. Сондықтан Alt, я, Ц пернесін басамын. Қазіргі уақытта жоғарғы жағындағы қара түс бөліктелген. Сондықтан мен түстеріме ену үшін төмен көрсеткімді басамын. Ол ақ түске түсті, маған көкке жету керек. Енді окейді басыңыз. Енді мен бұл бағанды, яғни бірінші бағанды, сәл кеңірек етіп жасай алсам, өте жақсы болар еді. Ендеше мұны қалай жасауға болатынын көрейік. Тағы да біз әлі де басты қойындысында жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан Alt және я қойындының оң жағында қараңыз. Ал ұяшық тобында сіз вставка, удалить және формат дегенді көресіз. Бұл жолдармен, бағандармен және ұяшықтармен жұмыс істеуге арналған барлық құралдар. Біз форматтағымыз келеді, сондықтан біз TF түймесін басамыз. Мен бағанның енін өзгерткім келеді, сондықтан I түймесін басамын және оны 40 деп өзгертемін. Содан кейін Enter пернесін басамын. Мен тек пернетақтаны пайдаланып, қазір мәтін жасап, оны пішімдедім. Біз жасайтын соңғы нәрсе жұмыс кітабын қалай сақтауға болатынын қарау. Енді мен Ctrl+S пернесін баса аламын, немесе Alt пернесін пайдалануды да жалғастырғым келсе, сақтау үшін Alt және 2 пернесін басамын. Енді мен осы қысқа диалогтық терезе арқылы сақтауыма болады. Және алдымен бюджет деген атау беремін. Келесі мен рабочий стол, яғни жұмыс үстеліне осы файлды сақтағым келеді. Ол үшін мен Tab пернесін басу арқылы сақтағалы отырған файл адресінің пернесіне өтемін. Енді Enter пернесін басу арқылы ашып, мұнда рабочий столды таңдаймын. Бірнеше рет Tab пернесін басып, сохранить, сақтау пернесіне келіп, Enter пернесін басып сақтаймын. Сонымен біз енді тек пернетақтаны қолдана отырып, Excel бағдарламасын ашуға, жаңа жұмыс кітабын жасауға, оны пішімдеуге және сақтауға болатындығын көрдік.